Жергілікті мәслихаттардың құрылып жұмыс істей бастағанына биыл 25 жыл толып отыр. Сонау 1994 жылдан бергі мерзімде тәуелсіздік туы астында жергілікті мәслихат депутаттары атқарушы билікпен бірлесе отырып, қолданыстағы заңдылықтар аясында азат еліміздің жарқын болашағы үшін аянбай еңбек етіп, ұлан-ғайыр жұмыстар атқарды. Елбасының ерекше көңіл бөлуінің арқасында жергілікті мәслихаттардың рөлі жыл санап артып келе жатқанында ерекше атап өткен жөн. Осынау сүрлеуі мен соқпағы көп, табыстары таразыға түсетін жылдарға Қызылорда облыстық мәслихаты да зор жетістіктермен жетіп отыр. Мәслихаттар институтының негізі 1993 жылдың желтоқсанында Қазақстан Республикасының жергілікті өкілді және атқарушы органдары туралы Қазақстан Республикасы заңының негізінде қаланды. Осыған орай 1994 жылдың наурыз айынан бастап бұған дейін өкілді орган қызметін атқарып келген облыстық, қалалық, аудандық кеңестер жергілікті мәслихаттарға орын берді. Ел тәуелсіздігінің алғашқы жылдарында жергілікті мәслихаттар аймақтың жоспарын, экономикалық және әлеуметтік даму бағдарламаларын, жергілікті бюджетті, оның атқарылу туралы есепті бекіту мен көптеген бағдарламалардың орындалуына бақылау жүргізу құқығын иеленіп, елдің даму жолында беделді күшке айналды. Өкілді орган мәслихаттардың бүгінгі таңға дейін 6 шақырылымы болды. Ең алғашқы мәслихат сайлауына 35 сайлау округінен 137 кандидат депутаттыққа түсіп, 35 депутат сайланды. Осылайша 1994 жылдың 1 сәуірінде алғашқы сессия ұйымдастырылып, сайланған депутаттар ресми таныстырылды және оларға депутаттық куәлік пен төсбелгілер табысталды. Мәслихат өз жұмысын бастаған жылдары елдегі экономиканың дамуы төменгі деңгейде болғанда, нарық заңдары халықтың тұрмыс тіршілігіне кері әсер етті. Ол кезеңде тұрғындарды жұмыспен қамту, әлеуметтік нысандар құрылысын салу өте өзекті мәселе. Осындайлық маңызды мәселелерді шешу жолында жергілікті мәслихат депутаттары зор ынтамен еңбек етті. Ал 1999 жылы 10 қазанда екінші шақырылған облыстық мәслихат депутаттарының сайлауы өтті. Нәтижесінде 29 депутат қараша халықтың сеніміне ие болып, халық қалаулысы атанды. Екінші шақырылған мәслихаттардың жұмысы жаңа конституция қабылданған. Соның негізінде заңнаманың жаңарып, жаңғырған кезегіне сәйкес келді. Бірінші шақырылым кезіндегі қол жеткен нәтижелер қаперге алына отырып, екінші шақырылымның депутаттары жұмыстың жаңаша үрдістерінің негізін қалады. Осы тұста әлеуметтік төлемақы мен жәрдемақылардың уақытылы берілуі мәслихаттар үшін кезек күттірмейтін өзекті проблемаға айналған болады. Облыстық мәслихат депутаттары сайлаушыларының аманатын атқарушы органға жеткізіп, олардың орындалуын бақылауда белсенділік танытты. Ал үшінші шақырылымдағы облыстық мәслихат жұмысында бірізділік қалыптасып, оның құзыреті мен өкілеттігі, жұмыс ауқымы біртіндеп кеңейе бастады. Жергілікті мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқаруды жүзеге асыру мен қоғамды демократияландыру процесіне жергілікті өкілді органдар өзіне тиесілі жүгі бар маңызды мемлекеттік орган ретінде қалыптасты және даму үстінде болды. Өткен шақырылымға қарағанда облыстың әлеуметтік экономикалық даму дәрежесі қарқын алды. Халықтың тұрмыс жағдайы артып, бюджет түсімі бұрынғыдан әлдеқайда молая түсті. 2007 жылдың тамыз айында 4-ші шақырылымның саяси науқаны өтті. Саяси додадан сүрінбей өткен 29 депутаттың басым көпшілігін кәсіпкерлер құрап, алдыңғы шақырылымдардан ерекшелене түсті. Әрине, аймақтың даму деңгейін одан әрі қарқын алу үшін мұндайлы құрам ауадай қажет болады. 2007 және 2011 жылдарда мемлекеттік саяси экономикалық әлеуметтік бағдарламалардың аймақта орындалуына депутаттар мықты әсер етіп отырды. Облыс көлемінде кейбір шешімін таппаған күрмеуі қиын мәселелер жөнінде Қазақстан Республикасының үкіметіне, парламентке депутаттар атынан ұсыныс хаттар жолдап, тиісті жауаптар алынып отырды. 5-ші шақырылған облыстық мәслихат депутаттары 2012 жылы сайланған болады. Осы уақытқа дейін мәслихат өкілді орган ретінде аймақтың әлеуметтік экономикалық мәселелерінің шешілуіне билікпен бірлесе жұмыс жасады. 29 халық қалаулысы сессияларда 300-ге жуық мәселе қарады. Облыстағы өкілді және атқарушы органдар арасындағы келісімді жұмыстардың нәтижесінде республикалық және облыстық бюджеттерден тиісті қаржылар бөлініп, бірқатар әлеуметтік нысандарының құрылыс жұмыстары жүргізілді.
көпті толғандырған өзекті деген проблемалар алдыңғы кезекте шешімін тапты. Аймақтың дамуындағы айтулы істерде облыс әкімі мен атқарушы органдардың қолтаңбасы ғана емес, халық пен билік арасындағы алтын көпір депутаттардың да сіңірген еңбегі орасан. Халық аманатын арқалаған азаматтар аймақ басшысымен бір жағынан бас, бір жеңнен қол шығаруға ауқымды тірліктер атқарды. Айта кету керек, 5-ші шақырылымдағы халық қалаулылары ұлт жоспарының іс жүзінде орындалуы үшін маңызды қадамдар жасады. Мәслихат және комиссия мүшелері атқарған жұмыстар туралы елдің алдында есеп беретін болды. Ал 2016 жылы тәуелсіз елімізде маңызды тарихи саяси оқиға орын алды. Елбасы мәжіліс депутаттарының өз өкілеттігін тоқтату туралы үндеуін қош көріп, мәжілістің және жергілікті мәслихаттардың сайлауына үн қосты. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл шешімі әлеуметтік саяси қоғамның пікірін сараптай отырып жасалған бірлескен ойдың жемісі. Ұлт көшбасшысы мұндай нақты тұжырымға келудегі мақсатын айқындап берді. Осы бір күрделі ахуалда біздің бәріміз үшін ең маңыздысы ысырапсыз өмір сүру, ресурстарды үнемдеу, жұмыс орындарын сақтау екенін түсіну, деді елбасы. Үкімет пен парламентке бұл жағдайда бірлесіп жинақ жұмыс істеп, жедел шешім қабылдау міндеті тұрды. Жаһандық үдерістердің қандай бір тойтарысына қарсы әрекет етуде, ел дамуына арналған реформаларды іске асыруда әрине парламенттің пәрменді ықпал етері даусыз. Бұл ретте айта кету керек, 2016 жылдың 20 наурызында парламент мәжілісімен қоса барлық деңгейдегі мәслихаттар депутаттарының да сайлауы қатар өтті. Халық қалаулыларының қатары жаңа құраммен толықты. Бүгінде 6-шы шақырылымдағы облыстық мәслихаттың депутаттары қоғамның әлеуметтік мәселелері, дін, жастар ісі, білім, денсаулық, өнер, мәдениет салалары бойынша күрмеулі проблемаларды күн тәртібінде ұстауда. Сайлаушылармен кездесу өткізіп, есеп беруді үрдіске дәстүрлі айналдырды. Бұл халық пен билік арасындағы алтын көпірді нығайта түсті. Ашықтық, жариялылық, есеп беретін мемлекет қалыптастыруда мәслихат депутаттары бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара жұмыла жұмыс жасауда. Бюджеттің бекітілуіне, кезек күттірмейтін мәселелердің шешімін табуына, тағысын тағы сауалдардың нақтылануына 6-шы шақырылымдағы облыстық мәслихат депутаттары белсенділікпен атсалысуда. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасымыз, мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев даму мен өсу туралы мықты мемлекет күнкөріс саясатымен емес, жоспарлау саясатымен, ұзақ мерзімді дамуымен және экономикалық өсуімен айналысады деп атап көрсеткен болатын. Ел дамуында үлесі зор, мәслихаттардың сыр елінде атқарылған ауқымды жұмыстар мен игілікті істердің басы қасында жүргені баршамыздың көз алдымызда.